Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, құрметті жамағат. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Таза Қазақстан жобасын қолдай отырып, табиғатты таза ұстау әрбіріміздің азаматтық борышымыз деп білемін. Бүгін біз өзіміздің қыр мешітімізде тазалық жұмыстарын жасап, осы экологиялық іс-шараға өз үлесімізді қостық. Тазалық өзімізден басталады. Осы ізгі іс-шараның эстафетасын халық қажы мешіті Нұрбек имамға жолдаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді жақсылар, құрметті қазақ елі. Мынау тазалық иманның жартысы деген. Құран-ы Каримде Аллах Тағала «Инналлаха юхиббул мутатаххирин», Аллах Тағала шынында расында таза болушыларды сүйеді деген. Міне бүгінгі ортаны таза ұстау бұл тек қана азаматтық міндет емес, бұл жалпы мұсылманның жауапкершілігі. Бастамашыл болған осы Таза Қазақстан акциясына орай біз де өз ісімізді бастап, өз үлесімізді қосып жатырмыз. Мына туған жерді таза ұстау бұл ұрпақ алдындағы біздің адамгершілік аманатымыз. Біз яғни сөзбен ғана емес, іспен кейінгі ұрпаққа үлгі бола білуіміз керек. Осы біз бастаған эстафетаны енді мен ендігі жерде алдағы келесі Араншы ата мешіт жамағатына жолдаймын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті әлеумет, қадірменді қазақ елі. Алла бүгін күнімізді қайырласын. Мына мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамашыл болған бүгінгі таңдағы Таза Қазақстан акциясына орай бүгінгі мынау мешіт қауымы, діндар қауымдарда жер бетінде ең таза орын мешіт демекші, біздер осы мешіттің тазалық үлгісін бір ретіне келтіріп жатқан жағдайымыз бар. Ал енді бұл тазалық иманның жарысы дейді ғой. Сол себепті мынау мешіт жамағатымен бүгінгі жасап жатқан осы Тазалық Қазақстан акциясына үлес қоса отырып, біз осы бүгінгі челлендждік эстафетамызды Аққорған мешіт жамағатына жолдаймыз. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді жамағат жақсылар. Тазалық иманның жартысы деп айтылады. Яғни тазалық денсаулықтың кепілі. Сол себептен мына тазалықты осы төңірегімізден бастауымыз керек. Тазалықты осы ауладан бастап жатырмыз. Мешітіміздің тазалығын осы қазірден бастап жатырмыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті қазақ елі, мынау бүгінгі Таза Қазақстан акциясы аясында біз Сәріс мешіті жамағатпенен тазалық жұмыстарын атқарып, және сол тазалық акция эстафетасын бейбітшілік мешітіне тапсырамыз. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде ат-тухур шатрул иман деген, яғни тазалық бұл иманның жартысы. Сондықтан да біз баршамыз сіз болып, біз болып осы тазалыққа ат салыссақ деген ойменен бүгінгі мынау жолдамамызды сіздерге жолдап жатырмыз. Алла баршаңыздан разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті ізгі жақсылар, тазалық иманның жартысы. Қоршаған ортаны таза ұстау бұл тек қана азаматтық іс-шара емес, бұл имамдылықтың жауапкершілігі. Осы челленджді Ишанқол мешітіне жолдаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүкіл әлемден жаратушы Раббымыз Аллахтан сан шүкірлер, мақтау болар болсын. Сүйікті пайғамбар Мұхаммед Аллахтың негізінде сәлем салауаттар болсын. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Алла Тағала Құранда айтады, Бақара сөзінде тазалықпенен тәубе ету үшін Алла Тағала жақсы көреді дейді. Мынау енді білесіздер, тазалық иманның жартысы. Құдай қаласа мынау елімізде, Қазақстанда тазалық акциясы болып жатыр. Соған енді біздің мешітімізде соған атсалысып, қолдан келгенше тазалық жүргізіп жатыр. Құдай қаласа қолдан келгенше мешітті тазалаймыз. Алла разы болсын. Құдай қаласа мынау тазалық түсу біздің міндетіміз. Қолдан келгенше мешіттерді ауласын бәрін тазалап, абаттандырып, бәрін Құдай қаласа жақсы істеп жатырмыз. Баршаңызға Алла разы болсын. Мынау Рамазан айында Рамазан қабыл болсын. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Тағалаға мақтау болсын, пайғамбарымызға салават болсын. Біз мұсылмандар дінді ұстанған соң, ислам діні қашанда тазалықты қолдаған, және бұл дін таза дін. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Алла Тағаланың таза екендігін және тазаланғандарды жақсы көреді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ескерткен. Сол үшін біз ауылды және
ауданды, облысымызды тазалыққа халқымызды шақыруымыз керек. Әрбіріміз осы таза Қазақстан бастамасын қолдай отырып, табиғатты таза ұстау әрбіріміздің борышымыз екендігін айтқым келеді. Сол үшін осыны қолдап, Құдай қаласа, мына ауламызды, жүретін күнделікті көшемізді, жолымызды таза ұстауға шақыруымыз керек, әрбіріміз. Бәріміз қолдаймыз. Мынау Қазақстанымыздың жаңа мынау тазалығын Алла тағала бәріміз қолдап, мен айтайын дегенім, Алла тағала адамдар мен жындарды тек қана өзіме құлшылық етсін деп жараттым дейді. Мынау енді жаңағыдай тастап жатқан мына мусорлары бар, нелері бар, соны абайлап тастау керек. Ертең соған бәріне жауап береміз Алла тағаланың алдында. Ертең анау сол тастаған мусорды біреу апарып тастайтын болса, оған Алла тағала ертең неге менің құлымды құл қылдың деп иманынан кесіп береді ертең. Сол ертең соған күнәға батып қалмайық. Соны біз жаңағыдегі нені айтып жатқаным қолдайтын біздің имамымыздың, бас имамымыздың Алла тағала айтып жатқаны өте керемет. Алла разы болсын барлығымыз.